Карачай халк арюланып Кавказга кайтады. Смайыл да адабият жолунда сыйын табарга тынчлы еді. Алая харне башка түрлі болды. Ол сағатта Жыршы Смайылға салам бергенге терс көзбе қарай келді. Аны бұла сұратқа түссең, сұра партиян жау болды. Мен Назир екі керек сұратқа түскенбіз. Барып, бұлай белден, дағы да өре тұрып, аннан со Смайылға мені бірге түскен сүретім барды. Аннан со бір жолда мен қарашыларым бұлайда бұйды тұрып тұрғалай. Батырлан Харун келеді. Ол бір 6300 жыл болыр еді. Бері Ленинградтан көшкен етті. Харун бәңе келіп тұр еді. Sonra Harun келет та tanıştıramam ben. Harun alay айтады. Ол Сталин еткен жырларыңа бір айтсаңа дейді. Смайыл намайды айтырға. Мабыла жұлдызына кірет тиетті Harun. Ант етемем мабы жұлдыз ба, сенге сөз жеттірмем. Анысында сені қинаған болса, айт дейді. Айтқан дейді. Бек сүйеді Harun. Смайылның жырларын бірге сұратымыз бар. Өкін түскен сұрат менде. Алай сұрат башқа жер жоқ. Совет Союзun жигити гвардия полковник Бағатырланы Харун ата жұртқа заводының заманында 3-чі гвардиялы танк армияны, 6-чы танк корпусында 52-чі гвардиялы танк бригаданы командирini заместителі болғанды. Аңа сый баға беріп сөйлешкен құру армияны тамадасы маршал Рыбалка болмағанды. СССР'ні бронетанк аскерлерінің тамадасы маршал Федоренко да аланы бірі болғанды. Днепрден бірінші өтіп, Киевке кіргенде бірінші болғанды Харун. Екінші алтын жұлдызыны Карачай жерінен сүрілгені үшін бермегенділі. Аны алса ол 2 kere jigitleni 104 adamın sanına koşulluk edi. Kralını zakonu bula anı tuğan elinde cezden eskertme işlenlik edi. Jürtüp olmagan jigitke kayda salsılla eskertme. Anı sünede SSR'de Karaçay'ını atıp olgan harzatını çok öterge buyruk bolgandı. Kalay bolsa da Harun bir kere Sovet Soyuzun jigiti degen savuğanı alıp tiyilmegelleni sanına düşödü. Sürgünlü zamanında andan sonra da 1957 yıl millet jurtuna qaytganda da властьта turgalla andan korkur sıy verir üçün kalmagalla. Ekinci Dünya Gazavatı'nı mahtavulu askerçisi Sovet Soyuzun jigiti gvardiyalı polkovnik Bağatırlanı Harun sүйген adamga tiyerge izlemegelli. Стало не до сна, не потому, что пушки бьют, а